астында күн сөнгенше сөнбейміз, ең алашты ешкімнің қорлығына бермейміз. Болашақ. Дәрігерлік амбулаториясы. Дәрігерлік амбулаториясы алдыңғы көмек көрсету, алғаш көмек көрсету медициналық апрель айында, сәуір айында ашылды. Сіз кім боласыз? Мен осы Есік қаласындағы Көпсалалы ауданы аурухананың директорының орынбасарының Гүлмира Байділдаевна. Міне, Гүлмира Байділдаевна, бүгін біз саяжай тұрғындарына көмекке байланысты, денсаулығына байланысты, мүмкіндігі шектеулі азаматтарға байланысты арыз шағымдар бүгін өткіздік. Енді Гүлмира Байділдаевна сол мәселелер бойынша өзінің қатаң қадағалауын аламын деп сөз берді. Енді бұл жерде сіздерге жақын сұрақ, осы медициналық орталыққа жақын жерде қанша саяжай орналасқан? Бізде осы жерде 14 мың халық осы бүкіл саяжайда. Түгел саяжайда осы Рахаттау округындағы саяжайдың бәріне ашылған осы біздің 14 мың халық. 14 мың халықтың бәрі осында келіп, осында ем алады. Бұл жерде врач барлығы бар ғой? 6 дәрігерлік участок бар. Бір дәрігерлік участок, бұл екінші дәрігеріміз. Жаңағы 6 участок, 6 участок ашылған. Қазіргі таңда келіп 2 дәрігеріміз ғана істеп жатыр. Өйткені ковидқа, адам жетіспейді дәрігерлер, бәрі ковидқа жаңағы дежурствоға кетті. Қазір бізде 7 пост істеп жатыр ковидта. Олай азайған жоқ қой. Бүкіл врачтың бәрі сол жерге істеп жатыр. Сондықтан да қазір 2 врачымызға бүкіл осы 14 мың адамды қабылдауға тура келіп отыр. Бірақ медсестралары бір врачқа 3 медсестрадан. Медсестрамыздың бәрі жеткілікті. Қазір бізде медсестраның бөлек приемы жүреді. Сосын дәрігердің бөлек приемы жүреді. Мынада халық бойынша күтіп отырмайды. Мысалы, кейбіреуіне рецепт қана алып кетеді. Оны біздің медбикелер қазір келесі неге барады, сол жерде медбикелер қабылдайды. Сосын акушер-гинекологтарды бөлек өшіреге әкеп отырғызып қойды. Өйткені олар да жаңағы жұпта елдер, анау есікке бармау үшін өшеге бармай, қаралып өшеге. Бір сұрақ, бізде білесіз, саяжайда тұрғындардың көбінің азаматтығы жоқ, иә? Сол азаматтар қалай қаралады? Егер азаматтығы жоқ, жаңағы тіркеуде жоқ, қазір енді сіздер білесіздер, біз 2019-дан бастап жаңағы міндетті әлеуметтік сақтандыру деген ашылды. Міндетті әлеуметтік сақтандыруға әрине көп балаларына Ұлы Отан соғысы, жаңа мүгедектер, бірінші, екінші, үшінші топтар, олар жаңағы үкімет төлейді оларға ақша. Ал біздің саяжайда енді көбісі тіркелмеген ондай. Неліктен? Өйткені ол кісілердің жұмысы жоқ. Жұмыссыздық болса, ол жаңағы біздің жұмыспен қамту орталығына барып сол статусын белгіленсе, жұмыссыздық десе, оған да үкімет төлейді. Анықтама алып келу керек. Ал кейбіреулері бар, енді жай самозанятый дейді ғой, мысалы, өзіне өзі жұмыс істейді, таксаға кетеді, сөйтеді. Олар жаңағы айына 2125 теңге төленсе, бір адам жаңағы сол тегін көмек алынады. Тегін көмек болғанда, бұл халық біздің жаңағы экстренный жедел көмекті тегін алады. Өйткені біз жаңағы мысалы келіп отыр, давлениесі көтеріліп кетті, ол кісінің давлениесін түсіріп, бір алғашқы көмек көрсетеді. Енді ары қарай жаңағы тексеруді өту үшін МРТ, КТ керек. Енді ол кісілерді олай біз жібере алмаймыз. Өйткені ол жаңағы осымыз жаңағы мемлекеттік жаңағы неде болу страховкасы болу керек. Сол кішкене қиындық туғызады. А негізі көмек көрсетілмейді деген әңгіме жоқ. Ауырып келген адамның ең бірінші көмегін осы жерден алынады. Сол ғой бізде көбінесе түсіндіру жұмыстары дұрыс жүрмейді ғой. Сіздерді мен өзім бірінші рет естіп тұрмын, мысалы саяжайға байланысты мед орталығы ашылды деп. Бізде түсіндіру жұмыстары болу керек, халықтың көбі жұмыссыз болса да көбінің интернетте жоқ, көре алмайды, білмейді деген сияқты қазір 21 ғасыр болса сол жағынан қиындықтар туып жатыр. Қазір енді карантинға байланысты сіздерде саяжайда тіпті учаскелік дәрігер жоқ, барып тексеріп отырады. Үлкен кісілер де бар ғой? Бар. Жас үлкен кісілер. Мысалы сол мәселені қалай шешіп жатырсыздар? Қазір бізде учаскелік дәрігер бізде санитарлық автотранспорт бар, жетіспесе жаңағы әкімшіліктен сұраймыз. Мобильдік топтар құрылған. Мысалы температурасы көтеріп жатыр. Жаңағы бұл кісіге сосын біздің бірлеміз 4-ші категория деген жаңағы өзімізге бір 6 жаңағы бригаданы аштық. Ол да өзіміздің жетістігіміз біз. Жаңағы 6 бригада, соның біреу осы есікті 3 бригадамыз бар. Соларды шақыртады. Жаңағы созылмалы ауруы бар кісілер, үлкен кісілер, давлениесі бар, жаңағы астмасы бар. 1 сағат көлемінде келіп көмек көрсетеді ол кісілерге. Ал егерде жаңағы совсем давлениесі көтеріп, жүрегі ауырып, талып қалды дегенде 103 бар. 103 өте қазір 103-те машинесі көбейді, бригадалардың саны көбейді. Олар тез арада 15 минуттың арасында жетіп келеді дағы көмегін көрсетеді. Егерде жағдай өте нашар болса, оны біздің жаңа орталық больницаға алып келеді. Сол жерде өзінің көмегін алады. Ал жаңа үйінде жатқан кісілерге біздің обзвон дейді, телефонмен сөйлеседі біздің қыздар.
видеосвязьмен сөйлеседі, особенно жаңағы 1 жастағы балалар мен беременналар, жүкті әйелдер. Оларды өте жақсы қадағалайды. Содан кейін жаңа біздің медбикелердің біреуі жаңа үйді аралап жүреді. Үйді аралап, жаңа жүрген ауырып жатқан кісілерді жаңа табады. Сосын кейін әлеуметтік қызметкер бар бұл жерде. Бір жақсы біз өйткені сіздердің мына бөлектің дачасында көп біз жаңағы әкімшілікпен жаңағы әлеуметтік қызметкерлермен біздің жұмысымыз өте жоғары. 5000 халыққа бір әлеуметтік қызметкер біз уже бөліп қойдық. Сол әлеуметтік қызметкерлер жаңағы сіздерде құжат жоқ деген көбісін біздің әлеуметтік қызметкерлер тауып, ол кісілердің көбісіне құжатымен көмектестік. Көп жағдаймен әлеуметтік қызметкерлер айналысады. Енді үлгермей жатады. Бізде мынандай ұсыныс сіздерге. Встречный дейді ғой, мынандай ұсыныс. Бізде қазіргі таңда біз бір ғана саяжайдың арыздарын алып кеттік қой. Арыздар 285 арыз жазылған бізге Алаш партиясына. Біз қазір құрылып жатқан Алаш партиясы бірақ 3 жыл болды саяжай мәселесін көтеріп отырмыз. Біз кәдімгі қарапайым халықтың партиясын деп айтсақ болады. Өйткені бәрі халықтан құрылған. Бізде қазір арыздар жалғасып жатыр, жазылып жатыр. Қазір ең негізгі мәселе менің ойымша ковид кезінде денсаулықтарына байланысты. Денсаулығы жоқ адам өзіңіз білесіз, басқа ештеңе керегі жоқ. Қазір сол арыздар жиналғаннан кейін біз былай істесек, қазір таңда жедел көмек беретін адамдардың топтарын жазып, тұратын жер телефонын жазып, одан кейін сізге хабарлассақ, одан кейін сіз 1-2 адамды енді карантин уақыты көп адам бере алмайсыз шығып, біз сол кісілермен бірге мобильді топпен шығып жаңағы адамдарға көмек берсек. Қалай қарайсыз? Жақсы, жаңағы сіздерден списокты сол тізім мен қолыма тиіп, соның ішінде өзіміздің дәрігерлер әрбір участок бар, көше бойынша бұл кісілерге бөлінген. Айтамын, 1700 халықты бір дәрігер қабылдайды. 3 медсестрасы бар, 3 медбикесі бар. Олар көп армия деп айтсақ та болады. Оны біз тез арада енді тауып көмектесуге енді жасаймыз. Біз өз тарапымыздан сіздерге де қолдау көрсетуге дайынбыз. Тоқаевтың тапсырмасы бар ғой, жергілікті атқарушы билікпен бірге қоян қолтық жұмыс істеп, совместное самоуправление деген сөз бір қоғаммен бірге жұмыс істеу керек. Біздің мақсатымыз сын айту емес, сіздермен бірге жұмыс істеу керек. Қазір сіздің қанақай мына кісінің телефонын аты-жөнін толық жазылаңыз, байланыста болыңыз. Одан кейін қазір бізде осы арыздар осы айдың аяғында ең көп арыз болады деп ойлаймын. Сондықтан сонымен нақты жұмыс істейік. Карантин ашылып жатса, енді мен ойлаймын, мобильді топтар бар, жаңағы біз Астанада сондай жұмыстар болған, арнайы мобильді көлік беріп, адамдардың ең болмаса рентген басқа нәрселерді көмектесеміз. Бізде өйткені өзіміздің рентген бар, ондай біздің осы ең үлкен проблемамыз осы дача болады. Шынымен. Өйткені жаңағы көп арыздарды түсті бізге алыс бару деп, сондықтан біздің халыққа осы саяжайда тұратын халқымыздың жаңағы қолжетімділік дейді ғой, доктору дома деп, сол сияқты біз осыны өзіміздің тарапымыздан жаңағы арендасын төлеп өзіміз осыны аштық. Осыны сіздер үшін саяжайдың несін жақсарту үшін қызмет өзіміздің де жаңағы осы жерде көбісі осы медбикелерімізде осы саяжайда тұрады. Жұмысқа барып келуге де ыңғайлы болу үшін жаңағы осыны аштық. Халық үшін ең керек бізге халық. Ана орталыққа барудың керегі жоқ қой. Орталыққа егерде жолдама бір дәрігер бір нәрсе болса ғана барады, дейді оны жаңағы записпен өзінің уақытымен келеді. Бұл жерде алғашқы көмек. Алғашқы көмек кәдімгі бізде есікте көрсетіледі ғой. Документі жоқ болса қаралмайды. Документі жоқ болса ол тек экстренный, бұл кісілер айтты ғой. Алғашқы көмек көрсетеді ғой. Мен жаңа алғашқы көмек көрсету керек. Менің қолымдағы баламшы. Ол енді анау әркімнің қолында болған, мен ана полияда болғанмын. Мына қолдан қол жоқ, іріп кеткен. Мен мынандай маза келіп отырмын. Сіздерге қазір ол кісіге бірінші рет сондай тексеру өткізіледі. Мысалы жаңағы қанын алып тексереміз. Содан кейін ары қарай да біз оны дәрігерге стационарға жатқызуымыз керек болса, оған құжат керек. Неге тіркес жоқ, онда біздің де құзырымызда жоқ. Біз оны былай істейміз. Біз қазір уже білім министрлігіне жауапты азаматпен кездесіп қой, білім министрлігінің қарамағында қазір қамқоршылық кеңесі бар. Қамқоршылық кеңесіне жаңа біз айтты, енді сонымен хабарласамыз да, бұл кісі енді адам ғой, адамды жауапкершілікпен. Одан кейін сіздің тұратын жеріңізді тексереді, атты толтырады да, сізді жауапты неткеннен кейін мен ойлаймын, олар бір жапырақ қағаз берсе, ары қарай берсеңіздер болады. Өйткені оның әке-шешесі басқарып қалды. Сондықтан мен ойлаймын, сол қамқоршылық кеңеспен анықтамадан сіздерге алып келіп жатыр. Жақсы, жарайды, оған көмектесеміз. Ол, конечно, қолымыздан келгенше өзіміздің лаборатория бәрі бар. Біздің қолымызда не бар, соған біз көмек көрсетуге дайынбыз. Арманды жағдай деген болады, әрине, бірақ кішкене адами қасиетпен жағдай түсінетін жағдай болса, жақсы, кешегі мынау Айнұр қыз анау өзі безімен естіген, енді қазір қызына срочно неге жіберді? Грецке дейді. Айтшы, не болды?
Греске УЗИге жіберіп жүрген. Греске Ойына без келген да. без шықты. Иә. Сол мына жерде детский түсіретін жоқ дейді больницада. Мен айтамын, неге детский УЗИ жоқ? Біз үлкендерге бар дейді да. Неге детский жоқ? Үлкен больницада детский УЗИ жоқ. Мойын щитовидка, бауырларды түсіріп. Ауру қандай? Мен өзім онкологиямен ауырдым. 3 жыл емделдім. Мойыннан 2 жақтан операция болып, без алдым. 6 курс химиялық емделдім. 2 жағынан 4 рет операция болған. Енді сол өзім емделгеннен кейін соған қорқып қызыма да сондай Обследование кетті. жасап жатырсыз ба? Иә, бәрін жасап емделіп шыққанмын мен. Жоқ, қызыңызды айтып отыр. Қызымды енді бүгін көрсетіп жатырмын. Бүгін бастадыңыз. Бүгін бастадым емді не болды. Қазір тұттым мына жерде. Ешқайсысы білмейді, маған платныйға баруға мен әзір мына жақтан жүргенмін. Өзім бес балам бар да. Жақсы, участковыйыңыз кім сіздікі? Участковый. Агератовна, мына кісінің баласына не керек деді қызына? УЗИ брюшной полости қанша жаста? 11-де. 11 жаста қыз. Иә, 11-дегін біз түсірмейміз деп 3 УЗИ тұр больницада. Үшеуі де қайта жіберді. Біз түсірмейміз деп. Үлкен, только үлкендерді ғана түсіреміз. Детский РДКБ-ға направлениемен жіберіп жатырсыз ба? Иә, направлениемен. Ол жерде сіздерді тегін қарайды. Өйткені ол баланың жаңағы сіз айтпақшы онкологиясы несі бар ма, оны біздің жаңағы Грес областной детский больница дейді ғой, оған сізге тегін жолдамамен сол жерде тегін түсіріледі. Сонымен жібереді, ақылы емес. Біздің сол жерде договорымыз бар. 11 жастағы бала ол өкімет төлейді, ол кісі автоматически сақтандырылған. Так что айнұрсыз переживать етпеңіз, қазір бәрін түсіндіріп айтып береді. Бұл жерде ешкім сізден ақша сұрамайды да, қазір бәрі тегін. Балаңыз тегін. Взрослыйда тегін. Сізде мысалға сақтандырылған болса, сізде де тегін. Сіз инвалидсіз, наверное. Сізде тегін. Жеңілдік бар. Ешқандай несі жоқ. Қазір кішкене. Иә, күте тұрыңыз кішкене Айнұр. Өйткені дәрігерлер көріп тұрсыз ғой. Сіздің емес анда көбісіне береміндер қабылдап жатыр. 2 дәрігеріміз қазір ковидта жүр, сондықтан кішкене очередь болғаны сол. Кішкене түсінсіз аңғарасыңыздар, жер ма? Жақсы. Көмектеседі. Медбикелер. Алты участоктың медбикелері отыр. Жаңағы мына халықтың сразу давлениесі өшіп, температурасы кетіп, қандай не керек, осы медсестралардан өтеді. Ары қарай қажетті болса дәрігерге жібереді. Осы міне әр участоктың осы жерде отырады. Бөлек бізде прием жүреді. Телефонда отыратын операторлар бар ма? 160 операторлар бізде телефоннан жүргізген жоқпыз. Бірақ жоспарда бар. Негізі Иә. операторлар болса, саяжай тұрғындарына. Сәлеметсіздер. Мына жерде бізде акушер-гинекологтар дейді. Жаңағы жұп әйелдерді оларды осы жерде өзі бөлек қабылдайды. Сәлеметсіздер. Мына кісілер біздің осы жерде белсенді адамдар. Мына кісі Жан дедіңіз, иә? Қорғаушы. Иә, қорғаушы. Сондықтан да біздің саяжайдың жаңағы ашылғанын білмейміз дейді. Сіздер көп хабар беріп отырыңыздар. Көршілеріңізге айтыңыздар деп айтсаңыздаршы. Ковидқа қарсы мына орталық. Оны енді біздің кіретін есігі бөлек болады. Өйткені мына жақта бізде ауыл адамдар кіре беріңіздер. Қазір бізде осы саяжайдың қанша жыл демалады? Вакцина бүгінге 10 адам. 10 адам келді, иә? Хаятхан деген келді. Қазақстанның несі ма вакцинасы? Жоқ, арабтікі. Мәжбүрлі түрде ма, әлде ерікті түрде? Добровольно. Если добровольноға келіспеймін жасап салмаймыз. Дұрыс, ерікті түрде Мына кісі біздің осы жердің бас медбикесі, Динара. Осы дачаға, иә. Кім Динара кім? Амантайна. Дачаның несі. Осы саяжайдың бар жаңағы 14 мың халықтың жаңағы қамтамасыз ететін. Сіздің телефон жазбаңыз керек. 23 медсестраңыз бар, иә? 23 медсестрасы бар. Сол кісінің басында кісі болады. 4 дәрігері бар. Мынау жаңағы прививка салатын орын. Міне, мында холодильнигіміз бар. 20 градус деп осыны алғанбыз. Мына жай вакциналар, мында жаңағы ковид вакциналар. Өйткені жаңағы халықтар келіп, қазір өздері де алып жатыр. Мынау жаңа одан кейін 30 минут күтеді, осы жақта. Бәрі жақсы енді. Это вакцина жақын ма? Обязательно 30 минут ішінде. Осыны дәрігерлер бақылаймыз. Мына кигізетін жаңағы нелері бар, бекжіктері бар. Мына вакцинаға дейінгі, вакцинадан кейінгі, соны 30 минут ішінде жаңағы денсаулығын тексеріп қадағалап отырады.